Еліміздегі әрбір адам компьютерде бағдарламалауды үйрену керек. Себебі ол ойлауды үйретеді. Стив Джобс. Өскенде кім болғың келеді, Оливия? Астронавт. Мен модельер болғым келеді. Баскетболист болғым келеді. Мен актер болғым келеді. Дәрігер, мұғалім, аспазшы, суретші. Ал сен кім болғың келеді өскенде? Су перісі. Программисттердің кім екенін білесің бе? Жоқ. Меніңше бұл кодтарға, қандай да бір құпия программаларға қатысты. Меніңше... Не дейсіз? Программистер? Жоқ. Қазіргі уақытта барлық бізді қоршаған заттар бағдарламалаудың нәтижесінде туындаған. Сонымен бұл не? Бағдарламалау бұл компьютерге жай ғана не істеу қажет екенін түсіндіру. Бағдарламалау кезінде сен әлемдегі ең ақымақ жаратылысқа бір нәрсені қалай жасау керектігін үйретесің. Бағдарламалау бұл кез келген бір нәрсені нөлден жай ғана отырып жасауға болатын ғажап заттардың бірі. Бұл дәл музыкалық аспапта ойнағандай, немесе спортпен шұғылданғандай. Басында күрделі көрінуі мүмкін, бірақ кейін үйреніп кетесің. Бағдарламалау ол үйренуге болатын нәрсе. Мен білемін, басында күрделі қиын болып көрінеді, бірақ қазір не оңай. Бағдарламаушылардың көбінесе күнделікті жасайтын жұмыстары қарапайым нәрселер. Бұл тапсырмаларды шешкенге ұқсайды. Ал адамдар оны өте күрделі, қиын бір нәрсе деп ойлайды. Егер бәрі оңай болса, онда неге бағдарламалаумен тым аз адам айналысады? Алдағы 10 жылда ақпарат саласында 1,5 миллионға жуық вакансия шығады. Бірақ тек 400 мың бағдарламалаушылар ғана оқытылып шығады. Тағы миллионға жуық бағдарламаушылардың жетіспеушілігі бар. Сонымен, сен неден бастайсың? Мен бала кезімде қалаларға және олардың карталарына қызығатынмын. Сол себепті мен өзіме бағдарламалаушы боламын деп айттым. Менде алдыма қойған нақты нысанам болды. Қаланың картасын алу, онымен жұмыс жасау, қозғалту, картаға объекттер қою, орындарын ауыстыру, қалада не болып жатқанын бақылау, қалай жұмыс жасайтынын тіршілігін көру. Ең алғашқы бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдана отырып, менің классымда қашан экзамендер болатынын анықтау мүмкіндігі маған менімен қандай қыздар оқитынын таңдауға мүмкіндік берді. Менің алғашқы бағдарламам қандай түсті ұнататыныңды, жасың қаншада екеніңді сұрайтын бағдарлама болды. Менің алғашқы бағдарламам экранында жасыл шеңбер мен қызыл квадрат шығаратын болды. Менің алғашқы бағдарламам компьютердің экранына «Сәлем, әлем» сөзін шығару болды. Бұл өте ғажап болды. Мен бағдарламалауды үйренуді бастағанда, алдымнан көптеген кішкентай есіктері бар қабырға тұрғандай болды. Ол есіктерді ашқанда арғы жақтан жарық келгендей болатын. Меніңше аяқталған бағдарлама ол жарыққа толы құрылысты аяқтағанмен тең. Барлық жеріне жарық беріп, сен оның құрылысын түсіне аласың. Бір затты соңына дейін апару бұл өте керемет сезімге бөлейді. Өз қолымен бір нәрсені жасау, код жазу, бағдарлама жазу, бұл өз шығармашылығыңды көрсетудің тағы бір жолы екенін түсінуге менің біраз уақытым кетті. Меніңше нақ осы біздің уақытта бір жаңа нәрсені ойлап табу мәдениеті дамуда. Өзінің жеке стиліндегі шарфтарын, шляпаларын, өзінің қосымшаларын жасайтын адамдар бар. Еш нәрсе шектелмеген. Кез келген нәрсені жасауға болады. Сенде компьютер арқылы бұрын жетуге мүмкіндік болмаған түсініктемелерге жетуге мүмкіндік бар. Барлық ғажап дүниелер команда арқылы жасалынады. Сен басқа да данышпан адамдармен жұмыс жасауға мүмкіндік аласың. Сен өзіңнің идеяларыңды тексеріп, басқалардың идеяларын іске қоса аласың. Міне, жетістікке жеткізетін зат осы. Бұл 3 апта тоқтамай, күніне 24 сағат жұмыс жасайтын қандай да бір адамның басына келетін зат емес. Тек бірнеше адамдар қосылып жұмыс жасағанда ғана керемет нәрселер шығады. Әлемде жақсы бағдарламалаушылардың, қарапайым код жаза алатын адамдардың жетіспеушілігі артуда. Сол себепті біздің өмір ең жақсы деңгейде. Ең мықтыларды алу үшін біз офисті шамамызға жеткенше керемет қылуға тырысамыз.
Бізде ең керемет шеф-поварлар, тегін тамақтар, екінші таңғы ас, түскі астар, тегін кір жуу қызметі, жеңіл астар бар. Бізде видео ойындар ойнауға болатын, самокатпен жүретін арнайы орындар бар. Офисімізде жай ғана ойнауға немесе демалуға, қыдыруға болатын арнайы орындар бар. Білесіз бе, егер елімізді бәліш ретінде қарастырсақ, онда 3-тен 1 бөлігі қарапайым жұмыстармен айналысады. Үкіметте жұмыс жасамайды, техникалық маман иесі емес. Ал бәліштің негізгі бөлімі үлкен бөлігі. Жіңішке жұқа қабаттармен байланысқан. Себебі компьютерлер барлық жерде кездеседі. Сен ауыл шаруашылығында жұмыс жасай аласың, көңіл көтеру саласында немесе өндіріс орындарында, бір сөзбен айтқанда барлық жерде жұмыс жасай аласың. Сонымен қазір 2018 жыл. Біз бәріміз технология бағытындамыз. Бұл қарым-қатынас, банктер, ақпараттар. Бірақ ешкім қалай дұрыс бағдарламалау керектігін білмейді. Сонымен балалар, тағы не қосуға болады? Бағдарламамызды дамытуға кімде қандай идея бар? Тағы не жасауға болады? Менің байқауымша, менің оқушыларым қиындықтарды жеңу қабілетін дамыту үшін бағдарламалаумен айналысады. Олардың критикалық ойлау қабілеттері пайда болады, тапсырмаларды орындауды үйренеді. Кейін оларға есептерді тиімді шешу үшін математиканы оқу керек болады. Олардың ғылыми пәндерден үлгерімдері жақсарды, және рейтингтері 30%-ға көтерілді. Мектепте оқып жүргенімде, мен сабақтан соң қосымша дайындықтарға қалатынмын. Басқалар бізге күле қарайтын, сондай жағдай. Ал мен сабырсыз болдым. Мұны өте күшті деп санаймын. Мен көп оқимын және көп достарымда жұмыс бар. Балдарды, жасөспірімдерді бағдарламалауға үйрету өте маңызды. Олар толықтай осы планетаның азаматтары. Дұрыс жолды табуы керек. Бәрін азғынан нәрседен бастау керек деп ойлаймын. Меніңше бағдарламалау жайлы ең үлкен қате көзқарас, ол бір нәрсе жасамас бұрын ең алдымен өте ауқымды мәліметтерді игеру деген көзқарас. Саған гений болудың қажеті жоқ. Бұл ұқыптылықтың, тәжірибе жинаудың ісі. Бұл көбейту кестесінен қиын емес зат. Саған код жазу үшін гений болудың қажеті жоқ. Саған есептеуге, математиканы зерттеуге гений болу міндетті емес. Жоқ. Егер маған біреу бағдарламалық қамтамасыздандыруды тікелей адамдармен байланысты және ол адамдарға компьютерлік технологияларды қолдануға көмектеседі десе, мен бағдарламалау жайлы ойымды өзгертер едім. Сен көп ақша тапқың келсе, немесе әлемді өзгерткің келсе, бағдарламалау дәл саған керек. Бір идеяны ойлау, оны жүзеге асыру, және миллиондаған адам оны көріп қолдана алуы біздің заманымызда ғана кезігетін қайталанбас мүмкіндік деп ойлаймын. Ертеңгі бағдарламалаушылар бүгінгі сиқыршылар сияқты. Тек оларда магиялық күш емес, технологиялар болады. Бұл бізді дамуға алып келетін ғажап заттардың бірі. Жақсы программист рок жұлдыз сияқты. Болды. Бастау инновация тапсырысы бойынша дайындалған. Дыбыстаған Дүкенбай Дәулет. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп біздің BI Academy каналымызға жазылыңыз.